школе нет, пока нет возможности уходить в мечеть в пятницу. К счастью, в школе есть комната для молитвы. Некоторые учащиеся говорят, что можно читать джума самим, если знаешь нужные дуа. Какого хукма этого? Со школы нет возможности? Возможности везде есть. Оставь школу, уходи. Какой возможности? Тебя убьют за это? Должен пойти в джума мечеть. Если только эта причина, за этой причиной не пойти в мечеть, себя отдельно джуман делать не имеешь права. Бұл видеороликте жұма күні мектеп оқушыларына мектепті тастап жұма намазына бар деп үкім берген. Аллах тағала қасиетті Құранда оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса ардақты, ол қаламменен хат жазуды үйретті. Адамға білмеген нәрселерді білгізді деген алғашқы Құран аяттарын түсірген. Ардақты пайғамбарымыз білімді талап ету әрбір мұсылманға парыз деген. Ибн Аббас: мен үшін түннің аз да болса бөлігін ғылым үйренумен өткізу түні бойы ғибадат етуден жоғары дейді. Осы аят хадистерге сүйенсек, білім алу барша парыз болған амалдардан жоғары тұратынын байқаймыз. Қазақстан Республикасы зайырлы демократиялық мемлекет. Мектеп жасындағы жасөспірімдердің негізгі міндеті білім алу болып табылады. Білімді ұрпақ біздің болашағымыз екенін ұмытпайық. Ақпарат пайдалы болса, досыңмен бөлісуді ұмытпа.